Жалдамалы күйеу. Бұлай болар деп кім ойлаған? Бүйтіп досқа күлкі, дұшпанға таба боламын деген ой өңі түгел түсіне кіріп пе екен? Дұшпан сонда алыстан келсе екен-ау. Аяқ астынан жау болып шыға келген өзінің әріптестері Орынқайша. Сол қатын іші бауырына кіріп, қанша сумаңдап тұрса да, соған сеніп, сыр ашқан жері жоқ еді. Баймырза жайында суыртпақтап сырт тартқан кезде де бұл онша ағынан жарылмай, әлденеге келіспей, әзірше бөлек тұрып жатырамыз. Төбе балаларына оралатын шығар деп қоя салған. Сөйте ол зәндемені тіміскіленіп, бәрін біліп жүреді екен. Бүгін соны тамам мұғалімнің алдында ақтарды да салды. Шынның көзі шатынап, қатқан қайыстай қан сөзсіз дермантин беті сұрланып алып, соңқылдап бір суырылды дейсің. Мектеп мүдірі де, ғылыми мүдірі де ауыздарын ашып қалыпты. Сондағы Орынқайшаның бұған қимай тұрған химияның артық бөлінген 6 сағаты. Жылда сабақ басталар алдында мектептерде сағат бөлісі дейтін науқан бар. Ол бұрын да көкпарсыз, ұрыс керсіз өтпеуші еді. Биыл тіпті асқынып кетті. Қайтсын, мұғалімнің жалақысы тым төмен. Сағат көбейсе құжақ бірдеме қосама дейді баяғы. Бисараның химия пәні бойынша жетекші мұғалім екен есеп қалды ма, әлде жалғыз бастылығын ескерді ме? Ғылыми мүдір болған 6 сағат артық бөліпті. Орынқайшаның талағын тарс айырып, шабына шоқ түсірген сол сағаттар. Жарайды, ақшаның көзі ыстық-ау. Болсын. Бірақ оның мұғалім басымен соншама таусатын жөні жоқ еді. Адам деген өзінің шамасына, шарқына қарамайды екен-ау. Орынқайша білімінің таяздығын, химияның қиын есептерін әкеле-көкелеп жүріп, Бисараға шығарытып алатын лезде ұмытып кетті. Ғылыми мүдірдің ақпар аяқталар-аяқталмастан. Менен сағатты артық алатындай Байболованың аты бәйгеден келіп пе? Әлде ақша соған ғана керек пе екен? Құдайға шүкір, біздің де табақтай дипломымыз бар. Қазір демократия, бармақ басы көз қысқа орын жоқ деп шаптығып шыға келді. Ғылыми мүдір өзіне уәж келтіріп, Байболова химия пәнін жетік меңгерген жетекші мұғалім. Оның үстіне жалғыз басы деп бірдеңен бастап келе жатыр еді. Орынқайша орта жолдан тағы киіп кетті. Байболованы жалғыз бас деп кім айтты? Баймырза деген табыскер күйеуі бар. Ол байымен фиктивный ажырасып, бір бизнесмен қатынға прокатқа беріп отыр. Содан ай сайын ақша алып тұрады. Өтірік десе міне, өз отыр ғой, айтсын деді, қандауырдай қадалып. Жаратылысынан ұрысқа екемі жоқ, Бисара қапелдемеде не айтарын білмей абдырып қалды. Орынқайшаның сөзін өтірік дейін десе, оның қисын тағы келтіре алмады. Сұрқия неме, мұның осал жерін бұлтартпай дөп басып отыр. Ашу үстінде аузына жөнді сөзде түспепті. Ай Орынқайша, өзің не деп сандалып отырсың? Сені білімсіз, салымсыз қор етіп жаратқан мен ғой деп тұрсың ба? Сенің маскүнем байыңды прокат қалмақ түгіл майға орап берсең дейік те жемейді ғой. Соны да менің көресің бе? Күнің сол 6 сағатқа қарап тұрса, сен ағал, мұртыңа жетші де, мұратыңа жетші деді бар болғаны. Бір абыройы бұлардың сөзінен басқалары ештеңе түсінген жоқ. Байын прокатқа берді деген не бәле тағы? Әйелдер ұрысқанда бір-біріне айтпайды, бұл да соның бір кері шығар деп ұйғарысқан. Орынқайшаның жайын жақсы білетін мектеп басшылары өз шешімдерін өзгерткен жоқ. Бөлінген сағаттар сол күйі қала берді. Сағаты бар болсын, Бисара содан кейін бәрібір тыншыға алмады. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Орынқайшаның шарқыштанып айтқан жаңағы сөзі өңменіне оқтай қадалып тұрып алды. Содан өз-өзіне келе алсашы. Жиналыс біткенше зорға шыдап отырды да алды-артына қарамай тұра жөнелді. Мектептен қалай шығып, троллейбусқа қалай мінгені, қалай түскені де есінде жоқ. Бір уақытта қараса, сүріне қабына үйіне жетіпті. Ауылда велосипед теуіп жүрген Айбек бұған зулатып жетіп келді де, шешесінің өзінен көз қырында салмағанына сәл таңданып тұрып балаларға қайта қосып кетті. Есікті биыл 6-шы сыныпқа баратын үлкен қызы Айсар ашты. Баланың ойында ештеңе жоқ, еркеде мойын асылып шолжаңдап сөйлеп жүр. Білесің бе бүгін көкем келген? Жаңа ғана көкем келіп кетті деді бұрымды селтеңдеген Айсара жайран қағып. Саған ақша тастап кетті. Соны айтып айнаның алдында қобдишадан бір аппақ конверт алып ұсынды. Сыртында Айсұлу фирмасының эмблемасы бар таныс конверт. Бисараның бір сатылы ашу қысып, әлгі конвертті күлпарш етіп, жыртқысы аяққа таптағысы келген. Бірақ ұстаздықтағы қанына сіңген әйел қызының көзінше олай істей алмады. Баланың қолынан конверт алды да ләм деместен ішке өтіп кетті. Мама, мен далаға кеттім деді. Манадан бері үйде әрең шыдап отырған Айсара. Бисара тіл қатқан жоқ, сол күй төсегіне барып құлай кетті. Жол бойы ашу-ызаға булығып, тырсылдап зорға жетіп еді. Оңаша қалпымен көз жасына ерік беріп, ал кеп жыласын. Әлденеден жабыр көрген баладай ықылы қатып өксіп жылайды. Ара-арасында өлдеп боздап та кетеді. Басқа түскен жалғыздық, шерменділік,
өз алдына, бәрінен де дұшпанның табасын кім көрінген басынған жаман екен. Соны ойлағанда жүрегі біреу шеңбекпен қысып жібергендей өзін қоярға жер таппайды. Көкірегінде көптен жиналып қалған бір ащы запыран бар еді. Соның сыртқы шығатын кезі келген сияқты. Содан не заманда сабасына түскендей зорға байыз тапты. Әйел қайғысы қашанда көз жасымен жулады ғой. Манағыдай емес, сәл сергіп қалғаны байқалды. Әлден уақытта есін жиып қараса, жаңағы конверт қолынан түспепті. Ішін ашып көрбеді, кілең шытырлаған 500 теңгеліктер екен. Содан 30 қағаз, яғни 15 мың теңге, артық кемі жоқ. Соңғы айларда келіп тұратын соманың дәл өзі. Бірдемені қолма-қол сатсаң да, ақшаңды дәл бұлай нық санап бермес. Баймырзаның айлық бағасы 200 доллар тұғын. Демек, валюта курсының бір қалыпта тұрғаны ғой. Бисара ақша толы конвертті төсектің үстіне атып ұрды да. Ал енді басыңа ғой, осы ақша ғой, сенің түбіңе жеткен деп ышқына дауыстады. О, бишара, менің атымды Бисара деп әсеппеп дегенше, о бастан-ақ Бишара деп неге атамады екен? Бұрын ол басқа түскен бар бәлені Баймырзадан көретін еді. Енді ойлап отырса, ол байқұса жазық жоқ. Отбасын айықпас қырсыққа бастаған Бисараның өзі екен. Шығасыға есі басшы дегенді бұрынғылар тегін айтқан ба? Мұны құртқан осы ашкөздік, дүние қоңыздық. Түк көрмеген сорлы басын бір күн осылай тақырға отырып қалам деп ойлап па? Апшысы қорылып, тандыр тартылған мына заманда күн көрістің қамын ойлап жанталасқан рас. Сол тұста Баймырза жұмыссыз қалып, мұғалімдер бірнеше айға дейін жалақысын ала алмай естері шыға кеткен. Көңілдерін әлде бір үй жайлап, ақыр заман деген осы шығар деп ойлап еді. Шеттей екі баланы қалай бағарын білмей жаны ұшырған шақ. Сондай қиын қыстау сәтте күйеуіне сүйеніш ес болдың орнына бұл оны ұдай отқа итермелеумен болатын. Заманның бұлай аяқ асты құрбыларын кім білген. Жаңадан отау көтерген жас шаңырақ. Біреуден ілгері, біреуден кейін жүріп жатқан. Көңілдерінде титтей қаяу жоқ. Білетін жұрт бұларға қызыға қарайтын. Баймырза құрылысқа жетекші инженер. Бисара өз ісіне тыңғылықты озат мұғалімі. Үйленгендеріне жыл толмай осы Айсара келді дүниеге. Сондағы Баймырзаның қуанғанын айтпа. Қызымыздың есімі мамасы ұқсас болсын деп Айсара деген ат таңдаған өзі болатын. Содан арада 2 жыл өткенде Айбек атты ұлдары туды. Бисара қандай бақытсыз еді сол кезде. Бұлар басқалар сияқты пәтер қиыншылығында тартқан жоқ. Басында комбинаттың жатақханасында тұрды да, көп ұзамай 3 бөлмелі үйге көшті. Бұл кезде Баймырзаның қызметі жоғарылап, комбинаттың бас инженеріне көтерілген. Ақшаларын үнемдеп, үйлеріне жасау жиһаз алды. Баймырзаның Жигулиге қолы жетті. Бисара жарқырап бриллиант тақпағанмен алтын жүзік, алтын сырғадан кенде болған жоқ. Осылай ел қатарлы жүріп жатқанда 90-шы жылдар басталып, дүние астан-кестен болды да кетті. Соған дейін тоқтаусыз жұмыс істеп тұрған комбинатқа не жын жабысқанын кім білсін? Аяқ астынан банкротқа ұшырап жабылып қалды. Күні кеше қаны жерге тамбайтын құрылыс инженері бұлайша керексіз болып қалады деп кім ойлаған? Кәсіпсіз қалған Баймырза олай-бұлай шапқылағанмен еш жерден жұмыс таба алмады. Бисараның жалақысы әжептәуір сияқты еді. Ақша ауыстырып құнсыздаған кезде ол да түкке тұрмай қалды. Соның өзін кейде 2-3 айға дейін ала алмай жүрді. Ақыры шарасы таусылған Баймырза осы менің дәл қазір машина мінген нетейін деді де Жигулин сатып тынды. Өз бағасынан арзандау кетсе де әжептәуір ақша болып еді. Бірақ бұл қырсыққа не дауа? Бұлар ел-аман жұрт тынышта сол ақшадан айырып қалды. Оған да себеп болған Бисараның өзі. Сол жылдары осы Алматыға қойған ақшаңа ай сайын 50% өсім төлейтін Смағұл фирмасы дейтін бір банк ашылмады ма? Бір күні мектепке барса гу-гу әңгіме. Ойбай, жалпақ ел жарылқайтын Смағұл деген бір азамат шығыпты. Банкісіне 1000 теңге қойсан келесі ай 2000 қайтарады екен. Бизнес неге жаман болсын? Ақшан ақша табады деген осы десіп әйелдер жәлпілдесіп жүр. Сенбейін десе бірнеше мұғалім өткен айда әлгі банкке ақша қойған екен. Кеше барып сосын өсімін алып қайтыпты. Қолдарына табақтай таңба басылған құжат, күдікке орын қалмаған. Жерден алтын тапқандай осы хабарды үйге айтып келген Бисара еді. Басында Баймырза бәлендей ықылас таныта қоймады. Қой, жай сөз болар. Ай сайын 50% өсім беретін банк болушы ма еді деген онша илана қоймай. Бірақ желігіп алған Бисара құлақ етін жей берген соң Баймырза ақыр сол жаққа барып қайтты. Рас екен. Төле би мен Сайын көшелерінің қиылысында сондай бір банк ашылыпты. Бірақ кісі көп керекті тұрғандар келесі күн зорға ілінетін көрінеді дегенді айтып келді. Ән айтпадым ба, пайдасына көз жетпесе сол жұрттың бәрі текке жүр дейсің бе, деп Бисара тіпті жаныға түсті. Содан не керек? Бұлар машинадан түскен $4000 сонда апарып қоятын болды.
Есептеп көрсетіпті, ғажап, жаңағы 4.000 долларыңыз келесі айда 6.000-ға, одан арғы айда 9.000, осылай өсе бермек. Жұмыссыз үйде жатып байып кетуге болады. Көңіл бірден көтеріліп кетті. Жасасын капитализм, жасасын бизнес. Әй, бәсе, капитализмнің осындай бір кереметі болса керек еді. Жұрт қатарлы соның жемісін таппай, бұларды жын қағып па? Ақыры ақшаларын алып барған. Өзгесін қойшы, ерлі-зайыпты екеуі күндіз түні күзек кезекте тұрып, 2 күн дегенде зорға өткізді. Құдай-ау, кімдер жоқ дейсің бұл арада? Жұмыссыз қалған жастар, пенсия қарап отырған өлмелі кемпір шалдар, қайсын байқұстар, жиған терген банкке қойып, соның өсіміне жан сақтамақ. Біреулер басындағы үйін, астындағы машинасын сатып, ақшасын шұғыл өткізіп жатқан көрінеді. Қазақ мұндайда да өзінен гөрі өзге жұртқа көбірек сенеді ғой. Сол өзге жұрт өкілдерін қаптап жүргенін көріп, көңілдер орнына түсті. Өсім алып шыққандар ақшаларын қобырата санап. Үкіметтен енді қайыр жоқ, Құдай осы Смағұловқа денсаулық берсін деп алғыстарын жаудырып барады. Ақ жегулінің ақшасы кассаға түсіп кеткеннен кейін де Баймырзаның күптігі тарқамай жүрді. Құдай бірдеңені сездірді ме екен? Смағұлов туралы сөз болса, әй, білмеймін, осының артында бір шикілік бар. Келесі айға мінесен жетсек, ақшамызды қайтарып алайық та тынайық деп жүргенді. Амал не? Оған үлгермеді ғой. Баймырза межелі уақытта барса, бұл айда айналымның қаржы түспей жатыр. Келесі жолы 2 айдың өсін бірақ төлейміз депті. Сөйт, сонысы аярлық екен. Бір күні теледидардан Смағұловтың қашып кеткен туралы хабар беріледі. Халықтың 1.000 миллион ақшасын алғанда шетелге тартып отырған. Қайғылы хабар естігенде Бисараның жүрегі тоқтап қала жаздады. Көз жасына ие бола алмай, ақыл-тегіл жылаған есінде. Тәңірім-ау, сонда үкімет қайда қараған? Смағұлов деген біреудің жыл бойы жұрттан ақша жинап жатқан білмеген бе? Білсе сондай алаяқ тападай тал түсте қалай қашып кетеді? Әнеу күні ғана жиналған жұрттың маңына жолатпай күзетіп тұрған қарауыл сақшылар қайда? Түсінсе бермасын. Баймырза қанша деген ерек емес пе? Жиған тергенін бар ақшасын күйіп кетсе де сыр бермеді. Әй, бәтфе, осындай бір деген ішім сезіп еді-ау. Өзгесіне қылайын, сол ақшаны тәулік бойы ұйқы көрмей қанша заппен апарып бергеніңізді айтсайшы. Біз сияқты ашық ауыздарға сол керек деп қойды. Қолда барда байының қадірі жеткен қатынас шығар. Енді ойлап отырсам, мұның Баймырзасы сарба жігіт екен ғой. Сол ақшаны Бисараның бетіне басып, қайтып ауыз қалған емес. Жұпыны киініп алады да күндер ертемен көшеге шығып кетеді. Сөйтсе Сейфуллин даңғылының бойындағы лек-лек болып отырған жұмыссыздар тобына барып қосылады екен. Сол жерде 1 күндік, 3 күндік, кейде апталық көтерме жұмыстар табылатын көрінеді. Біреулер саяжайын жөндетеді, енді біреулер отын жарғызып көмір тастады. Үй әктетіп абой жапсыратындары да бар. Баймырза қолынан келмейтіні жоқ. Құрылыс жұмысына бес-аспап шебер болатын. Пайдалырақ жұмыс табылғанында үйге әжептәуір ақша келіп жүрді. Кейде қазіргі халіне намыстанып, өзгесін қойшы, жұмысқа жалдайтындар тап бір ақ сатып алғалы тұрғандай бас аяғына барлап қарайтыны. Кейде қарынынан ұстап білек күшіңді тексеретін жаман дейтін оңай тіл қатып. Бисараның ойында ештеңе жоқ. Еркек болған соң бала шағасынан сұрауға міндетті деп отыра беріпті ғой. Баймырза әлгі Айсұлу деген сылқыммен сол Сейфуллин көшесінің бойындағы танысыпты. Бір күні көше жиегінде топтан тұрған жігіттердің қасында бір су жаңа шетелдік машина келіп тоқтайды. Оның ішінен былқ-сылқ басқан кербез келіншек шығады. Келіншек дейді-ау, 40-қа келіп қалған қатын, бірақ боянған, сыланған, киім дегенеге малынып тұр. Аяғын сәлмен басып бұлардың қасына жақындайды да, араларында маман құрылысшы бар ма деп сұрайды. Әктейтін, сырлайтын, сантехниканы жайым жақсы білетін. Сол маңайда бос жүрген құрылысшылар аз емес еді. Тұстан мен детсіп тұра жүгірісті. Айсұлу сұмда қырағы көзі бірден Баймырзаға түссе керек. Сен бастық боласың дейді оған сөзіне қарап. Қасыңа 2 серікті өзіңе таңдап ал. Баймырзаның маңындағы сыралғы жігіттер тұр екен. Сол арада 3 кісілік бригада лезде құралып қалды. Онда не тұрыс, кеттік деді Айсұлу машинасының көлденең тартып. Содан 3 жігітті машинаға мінгізіп алды да көктөбенің бөктеріне қарай тартып отырады. Осында жаңадан салынған қос қабатты коттедждің әлі бітпей тұрған кеміс жерлер бар екен. Бұларды да сол жұмысқа жалдайды. Ақшаның бетіне қарамаса керек, жігіттермен саудаласып жатпай сұрағандарын беріпті. Бұл әңгімені алғаш қонақ Баймырзаның өзі айтып келген. Содан құлағында қалғаны. Бұлар сол жерде 3 айдан астам жұмыс істеді. Коттедждердің кем-кетігін жөндеп, іші сыртын әктеген сантехникасын орнатқан. Орны қазған ауылдағы бассейннің табанында тас қалап, қабырғасын мәрмәр кафельмен шегендеп шыққан. Обалы канеки табысы жаман болған жоқ. Анау мынау жігіттің 1 жылдық жалақысын 3 айдың ішінде тауып қайтты. Алайда іс мұнымен біткен жоқ. Айсұлу не ойы барын кім білсін, Баймырзаны бұдан кейін де босатпады. Құрылысты 5 саусақтай білетін тәжірибелі маманның шеберлігіне ұнады ма?
әлде өзін атып қалды ма? Фирмада тұрақты қызметке қалуды ұсыныпты. Қызмет болғанда анау-мынау емес, өзіне оң қол орынбасар етіп алмақ. Жалақысы тіптен жоғары дейді. Баймырза көңілді, ал бисараның қуанышында шек жоқ. Көшеде қалған адамға табысы мол, тұрақты жұмыс табылса, бұдан артық қандай тілегенің не? Бисараның естуінше Айсұлу бейсіне саласында түтіні түзу ұшып тұрған бай қатын көрінеді. Көңілге секем алдырар бір ғана жері жесір екен. Күйеуі осыдан 3-4 жыл бұрын жауабына қаза болыпты. Қолында мектепте оқитын қызы ғана бар. Бірақ төркін жұрты мықты ағалары қазір маңдайын тұтқасын ұстап тіреп тұрса керек. Алысты болжайтын көзі ашық қолы ұзын адамдар реформаның алғашқы жылдарында үкіметтен кредитке мол-мол ақша алып, байлыққа белшеден батып қалмады ма? Айсұлу да сол қамтып қалғандардың бірі екен. Банкротқа ұшыраған мебель фабрикасын өзіне қаратып алған. Шетелден құрылыс материалдарын, сантехниканың неше түрін алдырып, арнайы дүкендер ашқан. Қазір сол кәсіпорындар Айсұлу фирмасы атанып дүрілдеп тұрса керек. Баймырзаның астында сүліктей ақсұр Волга. Айсұлудың өзі Мерседеске көшкенде ескі машинасын бұған беріпті. Жұмысқа ертелі-кеш сол машинамен қатынайтын. Бастарына бақ құсы қайта қонғандай үй іші мәре-сәре. Баймырза қызмет істей бастаған. Алғашқы айлардың бірінен әдейі танысқалы келдім деп Айсұлу осы үйге кіріп шықты. Базарлығым деп ала келген сәлем сауқаты бар. Байлық неге жаман болсын? Неше алуан жеміс-жидек, қымбат шұжық, арақ-шарап, салынған қағаз, жәшіктер, шофер жүк зорға көтеріп кіргізді. Бисара бір көрсем-ау деп жүрген Айсұлуды бірінші рет сонда көрді ғой. Жасы 40-тар шамасында, бірақ өңі таймаған, сыны бұзылмаған, сұңғақ бойлы, омыраулы келген қара торының әдемісі. Әсіресе көгілдір сағым ойнап күлімдеп тұратын тұнжыр көзінде бір пәле бар. Үстіндегі қымбат бағалы киімдерімен жақұт көзі сақина сыралары да оның кім екенін әйелеп тұрғандай. Мінезі тым ашық екен. Бисараны билеп төстеп лезі үйіріп әкетті. Әнтек бейпіл ауыздау ма қалай? Сен қатын өзі қызғаншақ емессің бе деді бір мезгілде. Оның бүйірінен нұқып қалып, үстелде шай жасап жатқан Бисара сысқаннан жоға деп аузынан басқа сөз түспей. Оның жақсы екен. Кең болсаң кем болмайсың. Көңілсіз бұл күнде екі қатынға да бір былай жетеді деді Айсұлу қолының қырымен тамағын бір шалып өтіп. Шыны қайсы, қалжыңы қайсы айыру қиын еді. Бисара бір күнде болса, қарап тұрған қожайын әйелге не десін? Оның әдепке жатпайтын ойпыл-тойпыл сөздерін елемей, жылы шыраймен шығарып салды. Айсұлу Көктөбедегі жаңа үйіне көшкенде жұрт қатарлы бұларды да қоныс тойына шақырған. Бұрын естіген болмаса, коттедж деген кім көріпті? Бисараның таңданғаннан ауыз ашылып қалды. Ою өрнекті терраса, лоджиялар, жарқыраған паркет, жез тұтқалы емен есіктер, шетелден әкелінген мебель жиһаздар қандай? Көзің жауын алып жарқ-жұрқ еткен қымбат люстраларды айтсайшы. Ал бөлмелерді бірден еске сақтап санап шығу мүмкін емес. Асты үстіне қосып есептегенде, 7-8 бөлме бар шығарау. Қонаққа келген 40-50 адам бірінші қабаттағы кең залдың жұмырына жұқта болған жоқ. Ауланың бір шетінде сауна, дәл ортада салқын сабат естіп тұрған айнакөлді бассейн. Тәңірмай, бұрын Бисарада үйім бар деп жүріпті-ау. Мынаның қасында ол үй емес, жай жатақхана секілді бірдеңе. Қоныс тойына Айсұлудың бизнесмен достары кілең ғай мен сығай жиналыпты. Әкеліп жатқан сый-сипатта есеп жоқ. Шетелдік қымбат кілемдер, түрлі түсті теледидарлар, жапон магнитофоны дейсіз бе, үйіліп қалды. Сыйлық алуға үлгермей қалдық деп конверт ұсынып жатқандар да аз емес. Баймырза бағасы әжептәуір болса да шыдап, алатаудың қақпа шыңдары белгіленген үлкен полотно апарып еді. Онысында ешкім қайталамайтын біршама тәуір сыйлық болып шықты. Бұлар бұдан кейін араласып тұрды. Жаз айларында балаларды дала барып бассейнге түсіп бой жазып қайтатынды. Әйтсе де Бисараның көңілінен бір қорқыныш кетпей қойды. Баймырза бейне цирктегі аспалы арқанға өрмелеп, бір қатерлі ойын көрсетіп жүргендей, бір күні содан үзіліп түсетіндей. Кейінгі кезде Айсұлу екеуі де жұмыс бабымен Түркия, Қытай, Ресей асып кететін болды. Сол жақта айлап, апталап, бөгеліп те қалады. Сондай кезде үйде қалған Бисараның жаны шырқырайды. Шетелдік әсем қала, сәнді қонақ үй, оңаша бөлмелер, анау-мынауынды құтқармайтын Айсұлудай әйелмен бірге жүрген қарауындағы жігітті аман қояды деген кім сенеді? Бірақ соған көлдене тұрар амал қайсысы? Байыңды бір мекенге байлап қойып жіптің ұшынан ұстап отыратын баяғы кеңес заманы жоқ. Адам басқа түссе де бәріне көнеді екен ғой. Бірте-бірте жаңа жағдайға Бисараның да еті үйрене бастады. Мұндайда Баймырзаны ақтайтын әлдебір қисындар тауып, еркектің күші бір таң асса қайта қалпына келетін аттың тері секілді нәрсе емес пе? Ту байталдай тұл жесірді Баймырзадан аяйын ба? Қайта сол есірген қатынның кеудесіне шығып, есесін бір қайырсыншы деп өз-өзін жұбататын болды. Осыған өзі де сеңгісақ келді.
бірақ ішкі дүниесі ит жұтқандай алау-далау. Күйеуінен Айсұлудың жайын сұрайын деп талай оқталса да жүрегі құрғырдауламайды. Сұраса бір сұмдықтың беті ашылатындай көрінеді. Одан гөрі осылайша ештеңе сезбеген болмаған болып жүре тұрған жақсы еді сияқты. Сұрайтын не бар? Онсыз да бәрі белгілі емес пе? Бисараны 2 күн көрмесе өліп өшіп тұратын баяғы Баймырза жоқ. Ана құймыр қатыннан не артылар дейсің? Қолына түскен соң біреудің байын аясын ба? Сүліктей сорып қақпақтап жіберетін көрініп тұр. Ақыры Баймырза әрнене сылтауратып үйде қонбай қалатын әдет тапты. Қанша төзімді жансебіл болғанымен бисара да пенде ғой, бір күн тарс етіп жарылды. Көптен көкірекке байланған шер-шерменді көз жасымен ағыз отырып, Айсұлу жайындағы бар күмәнін ақтарып салды. Өзінше Баймырза қазір ақталар, әлде бір сылтаулар айтып шырылдайтын шығар деп ойлаған. Бір ғажабы күйеуінің соның бірін де істеген жоқ, кінәсін бірден мойнына алғандай. Ал сеніңше не істеуім керек еді деп мұның өзіне қарсы сұрақ қойды. Ол қатын менің біліміме, қабілетіме қызығып жүр дейсің бе? Қазір тас лақтырсаң жұмыссыз жүрген инженерге тиеді. Әлде соның бәрін тастап сенің бетіңе қарап отырайын ба? Мұндай қарсы шабуылды күтпеген бисара не айтарын білмей абыржып қалды. Ежелгі сарын мен отбасының бүтіндігі, адалдық, махаббат жайында сөз бастап келе жатыр еді, ашулы Баймырза орта жолдан тағы кеп кетті. Махаббатшылын, деді. Кімдікі кеп отырған белгісіз. Адыра қалған қайдағы махаббат бұл заманда? Ең алдымен өлместің қамын күн көрісті ойлау керек. Қазір жап-жас әйелдер шиеттей балаларын асырау үшін тәнін сатып жүр. Сен соны білесің бе? Солар жел қуғаннан істеп жүр ме сол кәсіпті? Бұл күнде махаббат та бизнестің бір түріне айналған. Өйткенің бизнесің бар болсын, деді де бисара дүниеден түңілгендей. Сонда да мен енді байымды жалдап күн көрім керек пе? Басқа қандай амал бар? Біреу күшін, біреу өнерін, біреу тағы бірдеңе сатып жан баққандаман. Менің қолымда дәл қазір жастық көркімнен басқа кәдеге жарайтын не бар? Бисара қарсы ештеңе айта алмай іштен тына күрсінді. Бар қолынан келген көз жасын ерік берген. Бірақ Баймырза мұны жұбатып та жатпады. Түйілген беті үйден шығып кетті де, содан 2-3 күн бойы төбесін көрсетпей қойды. Бүйтіп кінәласқаны бар болсын. Бұдан гөрі бұрынғы бітеу жараның өзі жақсы екен. 4-ші күні Баймырзаның орнына Айсұлудың өзі келіпті. Күн жексенбі, балалар далада ойынға алданып, үйде бисараның өзі ғана отырған. Үйге екпіндей кірген Айсұлу баяғы ерекке шолжаң мінезіне басты. Әй, не болды? Сен қатының ыңыршағың бауырын алып тулап жатыр дейді ғой, деді де ештеме болмағандай жараң қағып. Мұндайда өзімшіл болармысың? Баймырзаны 15 жыл бойы бауырыңа бастың ғой. Бірдеңе өнетін болса, сонда шыққан мүйізің қайсы? Әлде ол сенің сатып алған құлың беді? Қазір адамдар құлдықтан құтылуда емес пе? Еркіндік, демократия. Баймырза салтат басты біреу емес, әйелі, 2 баласы бар. Үйлі баранды адам ғой. Біреудің отбасын бүлдіруге қалай дәтің барды, деді бисара ажланман болып. Я, не білініп қалды? Бұлай селбесіп жүре берек дегенге көніп отырсың ба? Көшеде қаңғып жүрген байың тауып алып, адам қатарына қосып едім. Соған айтқан рахметің осы ма? Сен сірә бәрін сатып алуға болады деп ойлайтын шығарсың. Ақшаға сатылмайтын да дүниелер бар, деді бисара да беріспей. Бұл күнде бәрі де сатылады. Сатылмайтын керемет нәрсені көрсетші ғане. Мәссаған, сен қатын әлі комсомол қалпында жүр екенсің ау. Тәңірім-ай, мұндайда сұмдық болады екен. Қойныңдағы байыңа қолқа салт деген не бәле? Байыңды бөлсін келмесе, маған басы бүтін өткізесің, деді. Айсұлу бұған күле қарап, босқа емес әрине. Баймырзаның қызметі жалақысы өз алдына, саған айына $200 пенсия тағайындаймын. Білесің ғой, ол аз ақша емес, мұғалімнің 4 айлық жалақысы. Ақшаң өзіңе, сол Баймырзаны саған ақ бердім, деді көз жасына булыққан бисара. Ойлан, маған қазір жігіт проблема емес, деді Айсұлу кетуін ыңғайланып. Байыңды баяғы тас кебін кигізіп үйіңе қайтар жіберейін бе, жоқ әлде жаңа контрактке келісесің бе? Жауабын ертең күйеуің айтарсың. Ертеңде Баймырза келген еді, осы әңгіме қайта жалғасты. Бисара ұрысты, жылады, шашын жұлды, бетін жыртты. Өзің де құры, ақшаң да құрсын, енді менің көзімге көрінбе, деді. Баймырза да бар дәлелін айтып жатыр. Сенен балалардан бөлек тұру маған оңай дейсің бе? Бірақ осылай етпеске амалымыз бар ма, деді. Сенің қасында Айсұлу деген кім ол? Сен одан әлде қайда жассың, сұлусың. Өзіңмен 5 жазылған қартаң қатынға көңіл болатындай мені жын қағып па, деді. Мен ілақ Айсұлудан іргемді бөліп, өз алдыма тірлік жасаймын. Тізгінім қолыма тиген күнім бір сәтте аялдамай өзіңе қайтып ораламын. Соған дейін маған рұқсат бер, деді. Қойшы әйтеуір, бисараның басайын алдырып жүріп, осыған көндірді ғой. Көнбегенде қайта барасың, тіпті бір ауыз сөз айтпай кете берсе де қазір еркек ұстап тұра аласың ба? Қайта Баймырзаның арттағы бала шағасын ойлап қайырлығына рахмет. Құр кеудеден жалған намыста не шығады? Намыс саған нам болса, нам бола ма, киім бола ма? Бірақ далада тегін жатқан бай жоқ.
Соны ескерген бисараның төлемақыдан бас тартпағаны рас. Міне содан бері 2 жылдай уақыт өтті. Айсұлу әзірше уәдесінде тұрып, ай сайын төлейтін $200 қалт қылмай жіберіп тұр. Баймырза да келіп кетіп қарасып тұрады. Уақыт өте келе адам баласы бәріне көндігеді екен ғой. Тіпті соның өзі ешбір оғаштығы жоқ. Әдеттегі іске айналып бара жатқандайды. Бүгін Орынғайшаның бір ауыз сөзі ғой, қай-қайдағын еске түсірген. Біраздан соң бисара орнынан тұрып үйреншікті үй тірлігіне кірісіп кетті. Сағат 1-ге таяп қалыпты. Ас үйге кіріп шай қойды. Газ сығырайтып зорға жанып тұр. Балконға шығып балаларын көздеді. Топ баланың ішінде ойнап жүрген Айсара мен Айбекті көріп көңіл орнына орныққан соң, үй ішінде бөлек салақ шашылып жатқан заттарды жинастыра бастады. Ертең жоқ бүрсі күні алғашқы қоңырау. Балаларды соған дайындау керек. Киімдері баршылық, қағаз, қалам, дәптер жағы да қалай екен. Бұрын жақсы еді. Мектеп формасының әр арзан, әрбір келкі болатын. Қазір әркім өз шамасына қарай ала-құла киінетін болды. Үлкендер ғана емес, балалардың да бай кедейі бірден білініп тұрады. Содан намысқа тырысқан бәсеке тыныштық басталды. Баймырзаның шетке шыққан сайын балалардан киім-кешек әкелетін барды. Соның арқасында бұлар киімнен тарыққан жоқ. Тәңірім-ай, қай бөлмеге кірсең де Баймырзаны еске түсіретін заттар, соның суреттері, әлгі Айсараның істеп жүргені ғой. Жаман әкелер өздеріне қандай болып көрінеді екен. Міне кітап сөресінің беті қаптаған Баймырза. Бисара екеуінің үйленгендегі түскен суреттері үлкейтіліп рамаға салынған күйі төр үйде әлі күнге дейін ілулі тұр. Бәрі де балалардың көңілі үшін. Бұл байдан безінгенмен балаларға әке керек. Айсараға ескіріп қалды ғой. Іштей бәрін сезеді. Артық сұрақ қойып та жатпайды. Ал биыл 3-ші сыныпқа баратын Айбек те әлі ештеңе түсіне алмай жүр. Кейде өзінен өзі отырып, мама, осы біздің көкеміз жұрттың папалары сияқты неге бірге тұрмайды? Анда-санда бір келіп, неге басқа жаққа кетіп қалады деп сұрайтынды бар. Балаға не деп түсіндіресің? Сенің көкеңнің қызметі ауыр болып жүрген жоқ па, дейді бисара. Оныкі күндіз күн түні бірден істейтін осындай мазасыз жұмыс. Келісім шарты біткен соң бірақ қайтады. Айбек әзірше осы сөзді алданып жүр. Ауылдағы туыстарға да солай деп қойған. Баймырза командировкада. Мына заманда кімнің қайда жүргенін кім біліп жатыр? Есіктес көршілер тіпті сұрап та жатпайды. Сенің байың бар ма, жоқ па, үйде ме, түзде ме, кімнің не шаруасы бар? Қалай барып қалғанын өзі де білмейді. Бисара 5 уақытта қараса, төргі үйдегі айнаның алдында тұр. Ар жақтан қос шанадан өлдірілген ақ борықтай әдемі келіншек бұған мұңдана көз салады. Шүкір, әлі сыны бұзыла қоймапты. Фигурасы да сол қалпында. Әлгі кітаптарда жазатын орта бойлы қыпша белінің өзі. Байдан безім дегенді айтарға ғана ғой. Әйтпесе 35-ке жаңа келген дені сау әйелге байдан безетін не көрініпті. Әлденеден көңіл көтерілген бисара айнаның алдында олай-бұлай оқасап, өз тұрқына, өз қырынан көз жіберді. Көйлегінің етегін көтеріп аппақ жұмыр сандарына қарап біраз тұрды. Қай жағына қарасаң да еш кемі жоқ. Еркекке осыдан артық қандай әйел керек? Әлгі Айсұлудың арып тұрған жері қайсы? Артық болса ақшасы, байлығы артық шығар. Бірақ бисарадан жаспын, сұлумын деп айта алмас. Анда-санда үйге келгенде Баймырза сені сағынды деп өлердегі сөзін айтушы еді. Бұл бұған сенсе де әдейі өш алғысы келіп маңына жолатпайтындығын. Ал байғұстың имандай шыны шығар. Сағынады ғой, сағынбай не көрініпті? 10 жыл оттасқанда бастарына небір қимас қызық шақтар өтпеді ме? Бұл да жынды ғой. Баймырзаның қолын қағып кеудесіне itіргенше қайта араланы суытпай, өз жағына тартып бауыр балап әкетпей ме? Бисара өз сезімін қапасқа қамап, ләззат құштарлық жайында ойламайын десе де, бұл күнде еркекті еске салатын нәрселер көбейіп кетті. Байының қасында балбырақ ұйықтап кететін баяғы заман жоқ. Кейде балалар жатқызған соң бір уақыт теледидарға үңілетіні бар. Қайсы каналды ашып қарасаң да көрінетін шетел фильмдері, жалаңаш әйел, жалаңаш еркек айқасып жатады. Әйелдер тіпті еңбекқор, өлермен ақ. Көбінше дерменнің үстіңгі тасы боп айналады. Махаббаттың орнына енді секс деген пәле шығыпты ғой, ятай. Соның өзі баста қазақ сөзінен шықпады ма екен? Бисара экранның алдында жалғыз отырып-ақ кейбір тұстарында өзімен өзі қымсынып төмен қарайды. Бірақ сол сәтте тұла бойы жалын шарпып кетеді. Аш белі, аппақ сандар сыздап солқылдайды-ау келіп. 62 тамыры атой салған сондай сәттерде әлде бір әулетті қолдың қабырғасын қаусата құшақтағанын тілейді. Содан бір уақытта алапат қызуға шыдамай салқын суға шайынып есін зорға жияды. Бірақ бәрібір ұйқы жоқ. Баяғыда осы пәтерге кірген жылы алған екі кісілік ескі төсектегі сықырлап тауын ашып кеп жатқаны. Баймырзаның өзі де осы сықырлауық төсектен әбден мез болып, әй бәлем осының көзін құртпасам ба деп жүруші еді. Оған да үлгермеді ғой. Сол күйеуінің дәл қазір басқа төсекте өзге бір әйелдің қаса жатқан ойлағанда бисараның жаны шырқырап,
Ай Баймырза-ай, қайтейін, тірідей тозаққа салдың-ау деп қалай дауыстап жүргенді өзі аңғармай қалды. Ол қадыр деп Баймырзаны еске алып тұр. Одан өзге еркекті ойына далған емес. Оның бетін ары қылсын. Егер бисара нәпсісінің құлы болып басқаға көз сүзсе, мына шаңырақ бір жол ортасына түспей ме? Әлі де көңіл түпінен үміт сәулесі өшкен жоқ. Соншама түңілетіндей мұның күйеуі қан майданға барса келмес қырғын соғысқа аттанып па екен? Осы бала-шағаның қамы үшін жанын жалдап, жат босағада амалсыз жүрген жоқ па? Заман бұл қалпында тұрмас, түзелер. Бір күні Баймырза да қайтқандай, құс қайтқандай өз ошағына оралатын шығар.